Алатаңнан жолға шыққан Қазалы ауданының өнерпаздары мінген автобус Ақшатауды бетке алып жүріп келеді. Біз де, яғни түсіру тобы да осының ішіндеміз. Қиялымызбен алдағы ас берілетін Ақшатауды шарлап, елес қуып келеміз. Іштегілер көңілді. Ас дегенде де тойға бергісіз шара болғандықтан ән шырқалып, терме, қиса дастандардан үзінді орындалып келеді. Оқиға желісі онан сайын делебеңді қоздырып, мынау көсіліп жатқан кер даланың ат тұяғы мен шаңын шығарған бабалар рухын сезінгендей боласың. Алыстан қасиетті Ақшатау мекені көрінді. Ол сыр бойындағы Қазалы ауданына шекаралас жатқан тарихи орын. Бұл кіші жүз руының үлкені, әлімнен тарайтын Шыңғыстың ұлы Жақайым бабаның кіндік қаны тамған жер. Оның өмір сүрген уақыты 14-15 ғасыр. Міне арада қаншама ғасыр өткенде Ақшатауды жайлаған Жақайым бабаның басына ұрпақтары 2011 жылы қараша айында пантеон белгі орнатқанды. Жан-жақтан ағылған жұртшылықтың бағыты Ақшатау басындағы Жақайым баба мен ұрпақтары ағыс, көгіс, ақбура, тоқбураға арналған тақырыптық композицияның ашылу салтанатына қарай бұрылды. Шіркін табиғат ана, сұлулығында аямай-ақ беріпсің ау, ен даланың ортасына ойып тұрып. Ақ шаңқан үйлер етегіне жараса тігілгендігі соншалық, Ақшатау еңселеніп, асқақ, сұлулана түскен. Айнала қоршаған Ақшатау көлі. Аттың тағасындай иіліп, Ақшатауды көмкеріп тұр. Көлге су Сырдария өзенінен келіп құяды екен. Осынша мол судың ортасында еңсесі асқақ Ақшатаудың үстінен маңайдағы көз жетер жерді шолуға болады. Керемет! Ақшатауды Жақайым бабамыз аңғал адал мінезімен аңдаусыз таңдапты деген әңгіме осы күнге дейін жетіпті. Әйтсе де, төбе басына көтерілсең, жан-жағыңа көз саласың, етекте малың, суда тайдай тулаған сазаның, игілігіңе жарат, халқың және ұрпағың өсіп өнер деп бата берген ақсақалдар ниеті қабыл болып, Жақайым баба өсіп өніпті. Төбе басы қарағұрым адам. Жақайым баба ұрпақтарының шаңырағын 4 баласы ағыс, көгіс, ақбура, тоқбура биікке көтеріп, мәңгілікке ұрпаққа аманат етіп тұрғандай. Ескерткіш белгінің ашылуында халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әбдіжәміл Нұрпейісовке сөз берілді. Ұлы ниеттерің, ұлы аталарыңа арнап жасап отырған құтты болсын. Ақшатауға Ош-Жосқа келгенде бірінші рет келіп, бірінші рет осы Ақшатаудың төбесіне шығып отыр екен. Бұныңды менің салғырттығым емес, бұл шамасы өз тағдырдың маған бұйыртқан бұда бір өзінің жағдайы болу керек. Енді дүние болған аталарымыздың бәрі, оның ішінде қазір Жақайым сайып келген кезде артында бауырынан өрген ұрпақтарының жалғыз ғана күтетіні рақым, мейірім. Сендердің мына дәл осы еліміздің бір егемендік алып, жаңа оның өзінде 20 жылдан асқаннан кейін естеріңе түсіп, сол ұлы атамызға бүгінгі күні мына басына оның жаңа бұл Ақшатау Жақайым атамыздың қалай дегенменде рухын ұстап тұрған тау осы, белгі осы. Соның басына сендер бүгін белгі қойып отқан екенсіңдер. Бұл меніңше қайтса сол Алладан қайтады. Сосын
Енді ұлы атамызға ұлы деп отырған себебім, мына осынша ұрпақ өсірген адам, ол ұлы болғанда нағыз ұлы, меніңше сол болады. Енді сол ұлы атамыздың бүгін басына бәріміздің басымызды, бұрын келгеніміз бар, бұларға келмегеніміз бар, басып отқан мына кейінгі ұрпақ, оның ішінде осының басы қасында жүрген балаларға үлкен рахмет. Мынау біздің де әруақ сыйлайтынымыз, аталарымызға басымыз дейіп тағзым ететінімізді міне бүгінгі күні жұрт көріп, біліп, соған осы мінездеріңе кереметтей сүйсініп отыр. Мен де сендерге, осы ғасырдың басы қасында жүрген жігіттерге шын көңілінен өзімнің ниет алғысымды айтамын. Баба рухына тағзым елдігіміздің, теңдігіміздің арқасы. Жеті атасын біліп, бесік тербеткен қазақпыз. Ел ішіндегі ауыз бірлік, ынтымақ, ұрпақтардың ата жолын, баба рухын ұлықтауға ізін салды. Айтыскер, ақын, сазгер Шымберген Сүлейменов баба рухына арнау айтты. Ассалаумағалейкум қонақтарым, құрметпен шақырылса қап қоймаған атамның ұрпақтары армысыңдар, басына Ақшатаудың ат байлаған. Ау бір жас бір ғасыр боп құрдасы, бұрылды Ақшатауға аттың басы. Құтты қонақ келсе қой егіз тауып, айыр туат деген қой шөптің басы. Сіздердің баталарыңмен, тілегіңмен атамның мүсінделді от тұлғасы. Түгел кеп жиналғандай болып жатыр, ағыс көгіс ақ бура, тоқ бурасы. Ау Ақшатау бақыт құсы самғаған жер, көрсе көңіл құмары қанбаған жер. Кешегі аласапыран заманда да ешбір дұшпан, ешбір жау алмаған жер. Ашаршылық нәубетке қарсы тұрып, көлінен жайын сазан аулаған жер. Оу, жер бөліске түскенде кемеңгерлік танытып, атам өзі таңдаған жер. Бір түнде жағасына су жиналып, жаратқан Алла өзі қолдаған жер. Ау, Қотан көл, Шөміш көл мен Қара көлі бар байлығын түбіне қомдаған жер. Аңырақай шайқасына аттанарда Сартай бабамның бала қамдаған жер. Құнарлы топырағында туып өсіп, жарасқан жақыт шырын жолдаған жер. Ай секілді айнам көл жағалы айналып өтіп, жеркіндігі сияқты орнаған жер. Басына жарқыратып белгі қойып, Жақайым атаға ас арнаған жер. Ұлағатты ұрпақтың арқасында елеусіз ешбір ғана қалмаған жер. Жақайым баба ұрпақтарының тамыр жайған мекені Арал ауданы. Бәйім, Еспенбет, Нұртуған, Нұрмағамбет, Құлжан секілді даңғайыр шайырлар мен халық жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісов, Жарасқан Әбдірашев сияқты бірегей тұлғалар шыққан ауданның әкімі Нәжмадин Түркпенұлы Мұсабаевтың да баба рухы алдында айтары көп. Өздеріңіз жақсы білесіздер, соңғы жылдары Арал ауданында әрбір жылды атаулы жыл деп жариялап, әсіресе ұрпақтар сабақтастығын, тәуелсіз Қазақстанымыздың жастарының тарихқа денде беруіне үлкен мән беріп келеміз. 2005 жылды біз Жақайым Жетеспил жыл деп жариялап, Жетеспил бабамыздың басына үлкен күмбез орнатып, ұлы жолдың бойынан белгі орнатып, Арал қаласынан ескерткішін аштық. Содан бері әрбір жыл Арал ауданында атаулы жыл болып жарияланып келеді. Міне соның айғағындай, сонан бері Бекмырзахан жылы, Зейнолла Шүкіров жылы, тәуелсіз өткен тұлғалар жылы, ауданның 80 жылдығы. Алдыңғы жылы біз 1000 бала жылы деп жарияладық.
Ақтан Батыр жылы аталып өтті. Міне сол 1000 бала жылынан кейін қазір Қазақстанның қазақ фильм бүкіл қазақ жастарының әсіресе көңілінен шығатын жау жүрек 1000 бала фильмін өмірге келді. Ондағы басты рөлде біздің даңқты бабамыз Сартай Батыр бейнеленеді. Биылғы жылды біздің Арал өңірінде 300-дің басын біріктіріп, қазақ ұлтының дүниеде сақталып қалуына үлес қосқан алғашқы құрылтай бұл Қарақұм құрылтайы. Оған да 300 жылдан асты. Міне сол Қарақұм құрылтайы деп жариялап, биыл Арал қаласынан Алаш алаңын ашқымыз келіп отыр. Ал енді биылғы жылы, өткен жылы тәуелсіздіктің 20 жылдығында біз 1000 бала жыл деп жариялап, Сартай Батыр бастаған 1000 бала қозғалысына арнап, Арал қаласынан даңқ алаңын аштық. Онда Байжан би бабамыздың Сартайға берген батасы даңқ алаңы 3 шараға арналды. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына, желтоқсан оқиғасының 25 жылдығына, 1000 бала жылына. Міне соның жалғасындай биылғы жылы алты әлімнің аға баласы Жақайым атаның ұрпақтары Жақайым бабамызға арнап ас береміз деп бастама көтеріп, ол халықтық қолдау тауып, Ақшатау қоры құрылып, міне бүгіннен бастап сол Жақайым ата күндерін Арал қаласында атап өтуге жиналып отырмыз. Мен бүкіл Арал ауданының халқының атынан осы бастамаға үн қосқан Жақайым бабамыздың ұрпақтарына, Қазақстанның түкпір-түкпірінде өмір сүріп еңбек етіп атқан бәріне үлкен рахметімізді айтамыз. Бабамыздың аруағы, рухы бүкіл ұрпақтарын қолдап, қорғап жүрсін. Бүгінгі келген ниеттеріңіз бәріңізге қабыл болсын. Бабамыздың аруағы өскелең ұрпақты, тәуелсіз Қазақстанымыздың айтулы азаматтарын елге танытатын шығуына біз шын көңілден тілектеспіз ағайындар. Жақайым баба ұрпақтары бір ғана Арал аймағында емес, сыр бойын түгелдей сонау Ақтөбе, Орал, Атырау, Ақтау облыстарына дейін қоныс тепкен. Жақайым баба қыс қонысын Ақшатауда жайласа, жаз бойы бірде Қызылды, көбіне Қарақұм беткейін, одан әрі Ақтөбенің Ойыл, Ырғыз, Ұлытау өңірін жайлаған. Шыңғыс ұлы Жақайым бабаның өнігі 21 атаға, кейінгісі 18 атаға дейін өсіп отыр. Сол ұрпақтарының бірі Ақтөбеден келген Бекет Есенжоловты микрофонға тарттық. Жақайым бабамыздың Ақшатауда билік құрып, Ақшатау бабамыздың кейінгі ұрпаққа мұра болып келген үлкен мерекесінің үстінде үлкен толқудамыз. Өйткені жер-жерден бауырлар барлығы жиналып, бірін-бірі білетін де, білмейтін де барлығы да өздерінің бауырластығы қандас екендігін бүгінгі жиынның өзі алақандай Ақшатаудың басында бүгін сол дәлел болып тұр. Біз енді Ақтөбедегі батыс Қазақстан өңірінде бұл Жақайым атаның асы туралы ойды әңгіме осыдан 3 жыл бұрын Құландыда Төбебұлақ дейді, сонда Құлбатыр атаға ас бергенбіз. Жақайымның көгісінің торжынбайынан шыққан, шектінің алғашқы ұраны болған адам. Мына кейін Бақтыбай екінші ұранға айналдырып, сол өзі ұранға шығарған кісі. Сол асты таратарда әңгіме болып еді. Енді бір үлкен мәселе осы Жақайым бабамызды ұрпақтары бірігіп бір ас берсе деп. Мінекей сол айтылған ас, айтылған жиын бүгін іске асып жатыр. Бұл асты ұйымдастыруда ерекше атсалысқан азаматтар біздің Аралдың азаматтары, аралдық бауырларымыз қалды. Осы мәселенің барлығына мұрындық болған мына берік ініміз, айналасында жәрдемшілері, біздер енді барлығымыз бір ауыздан әлгі бір жеңнен қол шығарып дегендей бір жағадан бас шығарып сол атамызға батыс өңіріндегі елді барлығын ұйымдастырдық.
Ал Маңғыстау облысынан келген Жантеке Жәрімбетов өз аймағында баба рухына арналып жасалып жатқан игі істерді тілге тиек етті. Ұлы бабамыз жалғыз Жақайымның өзінен тағаны пағымыз басқа да қолтығына өзінің қамқорына бұтадай елдің ұрпақтарын алып өзі тәрбиелеп өсірген адам. Енді Шыңғыс бабамыздың мынау жалпы мен неде архивте оқығанда Шыңғыс бабамыз мынау Қарақалпақстандағы мынау Шымбай бар ғой. Шыңғыс бабамыздың өзі бай болған адам. Сол бұны өте жомарт болған адам. Соның оқушыны Шынбай деп атаған екен. Мына Қарақалпақстанда Шынбай сол біздің Шыңғыс атамыздың атымен аталған Шынбай болып кеткен. Сол оның қыстауы көрінеді. Енді тарихта ол біздің кіші аулары қай жерде болмаған. Менің енді мына аталар айтқан жерде қарағанда бір кезде Жақайымның ұрпақтары мынау су бойында болған. Су бойында болып қалмақтармен мына соғысқан жоңғарлармен. Содан енді жайлап ағысып келіп мынау осы Ақшатауға келіп, осы мына сыр бойына келіп, мына Ақшатау қасиетті Жақайымның туын тіккен деп атап біздің әкелеріміз бәріміз айтып кетті бізге. Ол мынау қасиетті біздің енді сол құтты мекені Жақайымның атамыздың, бабамыздың. Қазақ десе, оның ішінде Жақайым десе, көкірегіміз көтеріледі. Өйткені сол рудың тілегіміз. Ал енді мен өзім әскери адаммын. Фамилиям Серікбаев, әскери ғылымның доктор, профессормын. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер деген атағым бар. Мына бір айдан бері осыны естіп, қуанышымыз қойнымызға сыймады. Өйткені 20 жыл мен Қазақстанға болмай, ағайын тұңғалардың көпшілігін білмейтін едім. Өте қуанышты болып, мына бабамыздың жеріне келіп отырмыз. Өсе қасиетті Ақшатау, мынау қандай айқын көл. Егерде біз әр уақытты ұмытпасақ, әр уақытта ата-бабамызды сыйласақ, жастарға ата-бабамыз туралы әңгімені айтып тұрсақ, Қазақстанның келешегі мол болады деген ойым бар. Біз өнепейне айтамыз, жастар бәлем болды, жастар түген болды деп. Ал енді жастарды тәрбиелеу үшін, отан сүйіспеншілік үшін тек қана біз кемшіліктерді емес, жақсылықты айтуымыз керек. Ол жақсылықты мына ата-бабамыздың ерлігінен содан бастауымыз керек. Қазақстанның кең байтақ жерінен әскери адам болғаннан кейін менің көп мәселелерім жастардың алдында сөйлейді. Әскери қауіпсіздігі. Ал енді найзаның ұшымен, қолының білегімен Қазақстанның кең байтақ байлық жерін бізге ата-бабамыз тастады. Соны біз қазір қорғауымыз керек, өндіруіміз керек, өсіруіміз керек, гүлдендіруіміз керек. Ол үшін еліміздің азаматы болуымыз керек, ата-бабаларымызға ұқсауымыз керек. Жақайым баба ұрпақтарынан тараған батырларды, билерді, ишандар мен ахундарды, даңғайыр шайырларды санамалап шығу мүмкін емес. Жақайым аталығынан тарап, аттары елге танымал болған кісілердің бірі, бірнеше жыл Сырдария, Қармақшы, Қазалы аудандарын басқарған Көшербайдың келуі. Жақайым бабаның ескерткіш белгісінің орнатылуына қаржылай көмек көрсеткендер осы Елеу Көшербай ұлының балалары. Қырымбек Айтбайдың еңбегі зор. Шыңғысұлы Жақайымның 7 ғасырдан бергі тұқым теберігіне тараған, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның барлық аймақтарында еңбек етіп жатқан ағайын жекжатының бәрін басын қосу, сонымен бірге еліміздің біршілігін, ағайынның ауызбіршілігін тағы да бір биікке көтеру мақсатында осы іс-шара 2013 жылдан бастап қолға алынған болатын. Бұл Ақшатау өңірінің үлкен тарихи, біздің сыр өңірінің, оның ішінде қазақ жерінің тарихында өзінің орны бар. Көлдің ортасында мына үлкен түбекте орналасқан Ақшатау Жақайым ата өзінің
биыл құрған 4 ұрпағымен бірге қазіргі бүгінгі мыңдаған елдің түкпір-түкпіріндегі барлық тілектес ағайынның үлкен туына айналған Ақшатау биігі бүгінгі күнге жаңа бір өзінің тағы да халыққа қызметін жасап тұрғандай іспетті. Осы өңір Арал теңізімен бірге мыңдаған көлдер жүйесінде қиыншылық уақыттарда халыққа асыраушы болып, осы көлдер жүйесіндегі кәсіби ортасы болып, сонымен бірге іргесінде мыңғырған малы менен қоныс тепкен ағайынның барлығын тату ауызбіршілігінің үлкен ордасы болған жер. Біздің бүгінгі және кешегі тарихымызда Жақайым ата және одан тараған ұрпақтардың ішіндегі батыр да, би де, шешен де, жауға елін қорғаған біздің кіші жүз ағайынның ішіндегі Жылқаманнан бастап небір Сартай батырларға дейінгі батыр бабаларымыздың да осы табаны тиген топырақ қасиетті. Мінекей бүгінгі еліміздің жер-жерінен барлығы келіп, үлкен елдік шараға, оның Қызылорда өңірі Ақшатау жерінде болып жатқанына халқымыздың көңіл күйінен байқап тұрмыз. Жалпы ұйымдастыру жұмыстары да өзінің мәресіне шыққан сияқты. Ал енді ұйымдастырушы жігіттердің ішінде біз осы 4 ададан тарайтын Жақайымның барлық ағайындары түгелдей атсалысты. Атыраудан, Оралдан, Шалқардан, Ақтөбеден, Алматы, Астана, Қызылорда аудандарынан барлығы бір кісідей ұйымдастыру жұмысының өзегінде болып, әрқайсысы өзінің қолынан келген моральдық және материалдық қолдауларын жасап, мынау арнайы сызылған сызба бойынша осы белгі орнатылып, алдағы уақытта бұның іргесіндегі жұмыстар жалғасын таба беретін болады. Енді қолға алынып жатқан жұмыс жалпы Жақайым атаның жерленген қабірі бұрынғы біздің Орта Азиядағы билеу ізіменен Ташкенттің іргесінде жерленген деген мәлімет бар. Соған экспедиция тағайындап жатырмыз. Ол экспедиция сол мәліметтерді ғылыми деректермен негіздеп анықтаған кезде болашақ мүмкін бір уыс топырағы сол қабірдің басынан осы Ақшатаудың басында да жеткізілетін күн болар. Жақайым баба жайлы әлі де зерттеу, толықтыру жұмыстары жалғаса бермек. Қазақстанда және шет елдерде тұратын баба ұрпақтарына қатысты деректемелерді жүйелеу, баба жерленген жер Ташкент өңіріне арнайы экспедиция жасап, жамбас тиген жерге белгітас орнатуда келешектің еншісінде. Бүгінде белгілі архитектор Сәдуақас Ағтаев сомдаған Жақайым ата белгісі үлкен істің бастамасы ғана. Бұл жайында мәселенің алдағы күнінде бір жасалатын үлкен болашағы болу керек. Істің Шыңғысұлы Жақайымның ескі аңыздар бойынша мына сырдың бойында Нұртуған деген үлкен шайыр болған. Нұртуғанның шайыры Дәріқұл Нұртуғаннан естіген. Сол Дәріқұлдан Берекет Омаров деген ағамыз естіп, мен сол Берекет Омаровтың қолжазбасынан алғанмын. Жақайым деген бабамыздың сүйегінің жатқан жері Ташкенде Әлімтау деген тау бар. Біздің Әлім деген бабамыз сояқты жайлаған, бауырынан тараған ұрпақтары сол жерді мекендеген. Сол Әлімтаудың қасында Алтынтау деген жер бар. Сол Алтынтауда Жақайым бабаның мәңгілік мекені, жамбасының тиген жері еді деп аңыз етеді. Біз енді осы Ақшатау қоғамдық қоры, осы Ақшатау қоғамдық қорының қамқоршылық кеңесінің азаматтары ойласа келіп, осы астан кейін бір тағы да бір үлкен жобаны алымын қарай қолға алғысы келіп отыр. Ол сол әз бабамыздың жатқан жерінен Ташкеннен барып топырағын әкеліп туған жерге табыстау. Екінші бір үлкен мәселе, Ақшатау деп аталатын қазір сайт ашылған интернеттен. Ол сайттың ішінде аржағы бүкіл Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Орал, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, бер жағы Қызылорда облысы және Қазақстанның барша аймақтарындағы бабаның жаңағы ұрпақтарының таралуы, соның шежіресі жарияланады. Және осы мына елбасының назарында тұрған Арал аймағы ғой. Арал аймағының өткен тарихына қатысты, осы жерде өмір сүріп жатқан бүгінгі этностардың тарихын түгендеп, Ақшатау деп аталатын мега энциклопедия жасау. Бұл енді мега энциклопедия жасау үшін бұған ғалымдар, мамандар, этнографтар, филологтар, ауыл шаруашылығына байланысты, су шаруашылығына байланысты, кеше кеңес үкіметінің тарихын жақсы білетін ағайындар. Енді бұл Жақайым бабаның бауырынан тараған ұрпақтың дені кешегі балықшылар. Поволжьенің ашыққан жұртына 16 вагон балық жөнелтетінде Совет одағының тұсындағы осы бабаның ұрпақтары. Енді балықшылардың тарихы деген бұл да үлкен тарих. Осыны білетін мамандардың басын жинап, болашақта энциклопедия жасасақ па деген ой бар.
Алла тілегімізге жеткізсін деп ойлаймыз. Мына қырдың басына шығып, бабаны ұлықтап, зиярат етуге келген барша бауырларымыздың тілегі, ниеті қабыл болсын. Ескерткіш белгінің ашылу салтанатында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері ақын Жүрсін Ерман, Қазалы ауданының әкімі Мұрат Имандосов, Ақтөбе облысы Шалқар ауданының әкімі Рахат Сыздықов, ел іргесінің беріктігін сақтау, баба рухын ұлықтай білетін ұрпағының қасиетті борышы екендігін тілге тиек етті. Ақшатау басына жиналған қауым Дайрабай ақсақал оқыған баба рухына арналған дұғаға ұйыды. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ақшатаудың етегіне тігілген ақ шаңқан үйлерге келген қонақтар мен жиналған қауым баба рухына арналған ас мәзірінен дәм татты. Ақшатаудың басында мен мұндалап, баба рухына арналған ескерткіш белгі қалды жарқырап. Біз Арал қаласына жол тарттық. Кешкілік аудандық мәдениет үйінде Жақайым баба рухына арналған республикалық ақындар айтысы өтті. Айтысты Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер ақын Жүрсін Ерманов жүргізді. Жыр шайысына Балғынбек Имашев, Бегарыс Шойбеков, Әсем Ереже, Ержеңіс Әбдиев, Нұрдәулет Махамбет, Мұхтар Ниязов, Сырым Әуесхан, Шынберген Сүлейменов қатысып, айтыстың көрігін қыздырды. Әдегеннен Балғынбек пен Мұхтар бастаған сөз сайысы мәдениет үйінен лық қылған жыр сүйер қауымды бір желпіндіп тастады. Ашып қара көзіңді, беке жанға жүрсін қатты ұқсайды, менен көрі қайлайдым, қайлайдым. Теріңе симай тырсылдап, өш алам деп ырсылдап, беке жанға ұқсайтын жүкең отыр қылшылдап. Балғынбекте шаруаң жоқ, атқыш болсаң жүрсін дат. Қайлайдым. Шектілердің қыздарын құдашам деп сыздадың. Атып тастап жүкеңді, тойдың шырқын бұзбағын. Жүкең кетсе көрермін шекеміздің қызғанын. Қайлайдым. Ай, біз жырмен көмкермей қайтып тойды. Бірақ жырғы бөрейік тәртіп тойды. Менен көрі Жүрсін ағаң ұқсайды деп едім бұл балғынға шалқып тойды. Қол астында қызмет еткеннен соң сенің бұлай дегенің артық болды. Жүрсін аға уәзірлерің аяр екен, сынсағатқа келгенде тайқып қалды. 37 жыл келсе ең бірінші кімді аттыратынын айтып қойды. Ай, айтыстан көп болғасын теңген үйген, баптап жібереді жеңгем үйден. Тектілікпен танығың келсе егер, аралға кеп күйменен термен үйрен. Сен деген жет сұлық жігіт едің, бейне мырза жұмаған мінгендей кенже жирен. Қасыңдағы досыңды сатпауды сен, сартайларды өсірген төрден үйрен. Бәке адалдық пен мәрттіктерді осындағы небір ерден үйрен. Атқа мініп алтын тон жамылса да, атасын ұмытпайтын елден үйрен. Өзге ақындарда көпшіліктің көңілінен шығатын шұрайлы сөз маржандарын төгіп, айтыс сүйер көпшіліктің көңілін тасытты. Ақындар айтысы қыза түсті. Әсем мен Ержеңіс, Еркебұлан мен Қайрат, Нұрдәулет пен Сырым, Балғынбек пен Мұхтар, соңында Шынберген мен Бегарыс
өлеңнің өзіндік өрнегін салып, айтыстың тұғырын биіктетіп тастады. Ақындардың да айтысып, айызы қанды, тыңдарманның да делебесі қозып, жыр сусыннан мейірі қан ішті. Жақайым бабамыздың өнегелі өмірін, жүріп өткен жолын осы келер ұрпаққа насихаттау мақсатында, оның үстіне халықтың рухани шөлін қандыру мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Енді бұл ән бұрынғаннан өзгерек дегендей, бұл айтыстың жөні жылда Аралда Нәжімеден Мұсабай бағамыздың қамқорлығымен жыл сайын бір тұлғаның тарихи тұлғасын ашу мақсатында айтыстар ұйымдастырылып келеді. Бірақ биыл үлкен көлемде Жүрсін Ерман ағамыз шақырып, сонымен қатар республикаға белгілі Балғынбек Имашев сияқты, Бекарыс Шойбеков сияқты ақындар осы айтыстың көркін ашып жатыр. Бұл енді осы жергілікті Аралдағы мықты ақындардың, енді ұшталып жатқан ақындардың шығуына үлкен ықпал етеді деп ойлаймын.